Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бүгін біздер самса жасайтын боламыз. Самса кафедегідей, кейде бір кафеден де бір жерлерден сатып алып жеп жатамыз. Сосын өзім неге үйден жасамасқа деп жасап көрдім. Сөйтсем күшті шығады екен. Кафедегіден ешқандай артық кемшілігі жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Сатып алғанша өзіміз пісіріп жегенге не жетсін, иә? Енді ұнымыздың үстіне ерітілген сары майымызды салып, оның үстіне тұзымызды, қопсызғышымызды қосып, қаймақ, жұмыртқа барлығын қосып, жақсылап нанымызды илейміз. Жақсылап нанымызды илеп, оны холодильникке 10 минутқа қойып қоямыз. Нанымыз осындай жұмсақ болады, слишком қатты болып кетпесін. Рецептін описанияға салып қоямын, жазып, содан қарап жасаңыздар, бірақ әр жақтың ұны әртүрлі, мөлшерлеп қосыңыздар. Енді мен начинкасына кірсейін. Начинкасына жуа морковь картоплымызды тазалап, осылай жуып, осылай көбіктеп турап аламыз. Жуамызды, морковымызды, картоплымызды осылай слишком үлкен болмасын, мелкий болмасын, осылай орташа нормальный болсын. Жегенде де піскенде де өте ыңғайлы болады ауызға. Сол үшін осылай жасаймыз. Начинкасы ішінде әдемі болып тұрғанда да жақсы болып піскенде, иә. Сол үшін осылай көбіктеп турап аламыз барлығын. Жақсылап енді картоплымызды тураймыз. Картоплымызды да осылай көбіктеп турап аламыз. Егер де менің каналымдағы рецепттер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосып қойыңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Осылай барлығын турап аламыздағы, енді фаршымызды қосып, үстіне бұршымызды, тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер сіздер бұрыш қосқыларыңыз келмесе, бұрыш қоспақ қойсаңыздар да болады. Әркім өз қалауы бойынша. Мен мысалы өзім міндетті түрде қосам, сол үшін қостым. Енді нанымыздың барлығын осылай дөңгелетіп, домалақтап аламыз да, домалақтап осылай жаямыз. Жайғанда да осындай домалақ етіп жаямыздағы, слишком қалың болмасын, слишком жұмсақ болмасын, андай жұқа болмасын, орташа көлемде болсын. Мен негізі екі түрлі әдісті қолданам самса бүккенде. Сол екі түрлі әдісімді де көрсету жіберейін деп ойладым сіздерге. Бірінші түрі әдісім осындай. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыздағы, үстіне фаршымыз, начинкамызды салып, бір-біріне осылай жабыстырамыз, бір-біріне осылай жабыстырып, сөйтіп барып бүгеміз. Осылай жайлап бір-біріне айқастыра берсеңіз, бізде күшті, әдемі самса шығады. Қонақтарыңыз келетін кезде де осыны пісірсеңіздер болады. Барлығы жеп қояды, тым қалдырмай. Жалпы өзім қонақ келмесе де былай үйде пісірем, балдарға күшті шығады. Жасап көріңіздер. Осылай енді екінші рет тағы да көрсетіп жіберейін. Екінші рет көрсеткенде де осылай дөңгеленіп тұрған нанымызды, қамырымызды алып, осылай жайып аламыз, дөңгелетіп. Жаңағы айтып кеткендей, слишком қалың болмасын, жұқа болмасын, нормальный болсын. Енді начинкамызды салып, осылай бөгіп аламыз. Менде негізі осы рецепт бойынша 2 лист шығардым. Мен бірақ та сіздерге бір листтің ингредиенттерін жазып кетем. Егер де сіздер көп көлемде пісіретін болсаңыздар, осындай двойной рецептпен пісіресіз. Сақтап алыңыздар, міндетті түрде керек болады. Осылай екінші рет көрсетіп жатырмыз сіздерге. Бір-біріне жабыстырып аламыз бірінші, одан кейін осылай бүгеміз. Міне көрдіңіздер ма, қараңыздар, қандай әдемі шықты, әдемі көрінеді. Мен негізі үстіне кунжут септім, бірақ та көрсетуді ұмытып кеттім сіздерге. Кунжут сепсеңіздер вообще күшті болады.
екінші бүгу әдісін көрсетіп жатырмыз сіздерге. Осылай начинкамызды салып аламыз да, осылай бір-біріне айқастыра береміз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болды, я. Енді екінші рет тағы да көрсетейін. Бұнда да осылай начинкамызды салып аламыз. Осылай бүгеміз, бір-біріне тек айқастыра берсек, бізде осындай қандай күшті самса шығатын болады. Сіздерге көрінсін деп осылай көрсетіп жасап жатырмын. Еще екі реттен жасап жатырмын. Бірінші рет жаңағы көргенде дұрыс жаңағы бүге алмай қалар деп екі реттен көрсеттім. Ал енді біз барлығын духовкамызға жіберуге дайындалып жатырмыз. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне кунжутын сеуіп пісіріп алдым. Мінекей біздің самсамыз дайын болды.